Балалар, сендерге берілген Ақбас Торғай мәтінін сендер оқып шықтыңдар. Қазір осы мәтін бойынша сұрақ қою басталады. Яғни сұрақ-жауап әдісі бойынша мәтінмен жұмыс жасайтын боламыз. Бір оқушы сұрақ қойса, ол оқушы сұрақты кімге қоятынын, сұрағыңды кімге қоясың, соны айтасың, және де сол оқушы сол сұраққа жауап беру керек. Түсінікті ғой, Одан кейін, егер де ол оқушының жауабына қанағаттанбасаңдар, онда толықтырып жіберулеріңе болады. Түсінікті ма? Дайынсыңдар ма? Ал қане, кім кімге қандай сұрақ қояды? Тағы да, бар ма сұрақтарың? Сұрақтарыңды мұқият дайындап алуға тырысыңдар, жарай ма? Дидар? Мен сұрағымды жаңа үйге қойғым келеді. Қандай сұрақ? Құстар қанша күн, қанша түн еңбектенді? Құстар 7 күн, 7 түн еңбектенген. Жақсы, Дидар, сұрағыңа жауабыңа қанағаттанасың ба? Мен өзім сұрағыма қанағаттанамын. Жақсы, тамаша. Тағы да кімде қандай сұрақ бар? Аяру. Кімге қоясың сұрағыңды? Мен сұрағымды Нұрайға қойғым келеді. Қандай сұрақ? Жаңбыр қанша күн жаумады? Bir жылда 365 күн бар. Жаңбыр 365 күн тамбады. Жақсы. Неге сол себепті тамбағаннан кейін жер қандай болды? Жер өте құрғақ болды. Тамаша, жақсы. Тағы да Ерболат. Мен сұрағымды Айсұлтанға қойдым. Қандай сұрақ? Торғайдың атын не үшін Ақбас Торғай деп атады? Тамаша сұрақ. Өйткені Ақбас Торғай өз басын ақ бормен бояп алды. Осы жерде сұрақ туындауға болмай ма? Неге? Не үшін? Ол, сөйле, Ерболат. Не үшін ол? Не үшін ол басын Ақборға ақборға бояды? бояды. Айсұлтан жауап бере аласың ба? Өйткені барлығы жиналып қазып жатқанда ол басын ақбормен бояп, мен қартайдым деп Қиналғысы? қиналғысы келмеді. Тамаша, жақсы. Тағы да сұрақ қоятындар бар ма? Бар ма сұрақ қоятындар? Жанел, неге сұрақ қоймаймыз? Тағы да қандай сұрақ қоятыныз? Тағы да кім қояды? Еркежан, қандай сұрақ қоясың? Жомартқа қойғысы келеді. Қандай сұрақ? Теңіз жағалауы алыста алыс емес пе? Теңіз жағалауы өте алыста болды. Бірақ Соған қарамастан құстар сол жерден өздерінің алқабына су келу үшін арық қазды. Жақсы. Жанел, қандай бір сұрақ қойып жүр? Кез келген бір сұрақ қойып жүр. Кімге қоясың сұрағыңды? Айзереге қоям дейді. Қандай сұрақ? қасын ақборға бояды. Тамаша. Не үшін Ақбас Торғай қасын әппақ қылып бояп алды дейді? Өйткені жаным қиналмасы үшін бояды. Иә, жаным қиналмасын. Барлығы өйткені не істеп жатты олар? Олар не істеп жатты? Арық қазып жатты. Сол себептен олар Ақбас Торғай. Иә, Ақбас Торғай деп атады. Себебі ол қасын бояп алып, өзін қалай сезінді? Кәрімін деді, кәрімін деп сезінді. Жақсы, тамаша.